Бауыр не үшін ауырады? Кейде белде пайда болған қышыма да қауіпті аурудың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі болып табылады. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Тек ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруларынан зардап шегеді екен. Егер сіз үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог және тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн болады. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды, себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауру өте қатты асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр ісінеді, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне, содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болуы мүмкін. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайлармен де байланысты. Мысалы, өт қабының ісінуі болуы мүмкін. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз маған үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлде болмайды. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз және себепсіз арықтау, тәбеттің жоғалуы, жиі бас айналуы және құсу жатады, және аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі. Белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың көбеюі, күшеюі, белең орын алады. Егер жоғарыдағы белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігерге тез арада көріну қажет. Бауыр не үшін ауырады? Бұл ағзада белгілері сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп таралған түрлеріне тоқталайық. Вирустық гепатит. Бұл А, В, С, Д гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіптісі В, адам өліміне алып келеді, ал арасындағы ең әлсіз А түрі болып табылады. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауруы деген атпен таралған. Ол кір қолмен, жуылмаған жеміс-жидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы: ол басқалары сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алудың мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін бауырда белгілері қалмайды. Ал А, В, С немесе Д вирустарын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауыр қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Достар, бауыр ауырғанда не істеу керек? Мүмкіндігінше тезірек дәрігерге қаралыңыз. Маман сіздің шағымдарыңызды тыңдайды, тексереді, қан анализін алады, бауыр және гепатит сынақтарын тапсыруға кеңес береді. Ал алынған талдаулар сіздің бауырыңыздың қаншалықты сау екенін анықтауға көмектеседі. Сізге басқа анализдер қажет болуы мүмкін. Мысалы, МРТ, биопсия, бауырдың ішкі ұлпаларын зертханаларда тексеру арқылы. Кейде өмір салтын өзгерту бауырды қалпына келтіруге жеткілікті болып табылады. Артық салмақтан арылу, алкогольден бас тарту, майлы тағамдардан бас тартып, дәрігер белгілеген тамақтарды тұтыну. Алайда, бауыр ауруларының бәрі бірдей оңай емделмейді. Дәрі-дәрмектер мен хирургия қолданылуы мүмкін. Зардап шеккен ағзаны қалай қалпына келтіруді тек медициналық маман шешуі керек. Өз бетіңізбен емделмеңіз, бұл сізге қымбатқа түсуі мүмкін. Достар, ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.